Туған күнімде телефон әдеттегіден ертерек безілдеді. Экранда оның аты шыққанда, жүрегім бір сәтке тоқтап қалғандай болды. Жеңгем. Мен жауап бермей қоя салуым керек еді. Бірақ дәл сол сәтте қызық пен мазасыздық жеңді. Туған күнім мен, деді ол жай ғана. Дауысы тым-тыныш еді. Рахмет, дедім абдырап. Бүгін саған ерекше сыйлығым бар, бірақ оны үйде бере алмаймын. Сол бірақ сөзінің артында не жатқанын сезгендей болдым. Даусында бір түрлі сенімсіздік пен батылдық қатар естілді. Қазір келемін, машинаға отыр, деді де телефонды сөндірді. Мен ұзақ ойландым. Бұл дұрыс па? Неге ол? Неге дәл бүгін? Бірақ туған күн. Кейде адам дәл сол күні өзіне тыйым салынған нәрсеге жақын келеді екен. Машинаға отырған сәттен бастап ауа ауырлап кеткендей болды. Ол рөлде мен жанында отырдым. Екеуміз де үндемедік. Қала артта қалды. Жол ұзарып, шамдар сиреді. Мен оның бетіне қарамауға тырыстым. Ал ол кейде маған бір сәт көз тастап қояды да қайта жолға қарайды. Қорқып отырсың ба, деді кенет. Білмеймін, дедім, шындықты жасыра алмай. Мен де. Осы бір қысқа диалог бәрін айтып тұрғандай еді. Екеуміз де бұл сапардың жай ғана филық емес екенін сезіп келеміз. Машина тоқтады. Айналада ешкім жоқ. Тек түн, жол және біз. Мына жер қауіпсіз, деді ол сыбырлап. Не үшін? Өйткені кейбір сыйлықтар көзге көрінбегенде ғана мәнді болады. Мен жауап бере алмадым. Үнсіздік қайта орнады. Бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай емес еді. Арамыздағы ауа тығыз, дем алу қиын. Ол маған жақындаған жоқ. Тек қолын рөлден алып тізесіне қойды. Сол қарапайым қимылдың өзі ойымды астан кестен етті. Бұл дұрыс емес екенін білесің ғой, деді ол. Білемін. Бірақ кейде адам бір рет болса да жүрегін тыңдағысы келеді. Осы сөздерден кейін мен өзімді ұстап тұра алмадым. Сөз емес, әрекет емес, тек көзқарас. Сол көзқарас бәрінен қауіпті еді. Түн тым тыныш, ал біздің ішіміздегі дауыс тым қатты. Егер қазір кет десем, кетесің бе, деді ол. Мен жауап бермедім. Жауапсыздық кейде ең анық жауап. Ол терең дем алды. Мен де. Бұл туған күн еді. Ал кейбір күндер адам өмірін екіге бөледі. Машинаның іші тым тар болып кеткендей сезілді. Тынысымыз жиілеп, уақыт баяулағандай. Егер қазір бір қадам жасасақ, деді ол сөзін аяқтамай. Білемін, дедім. Мен оның көзіне тура қарадым. Сол сәтте бәрі анық болды. Бұл құмарлық емес. Бұл әлсіздік. Ал әлсіздік ең қауіпті сәтте келеді. Бірақ адам кейде сол қауіпті әдейі таңдайды екен. Сол түнде біз ештеңені дауыстап айтпадық. Еш уәде берілмеді. Ештеңе мойындалмады. Тек түн ғана куә болды. Жолға қайта шыққанда ол жылап отырды. Үнсіз жылады. Мен не істерімді білмедім. Мұны ешқашан болмағандай ұмытайық, деді ол ақырын. Мен басымды изедім. Бірақ кейбір нәрселер ұмытылмайды. Арада бірнеше апта өтті. Бәрі қалыпты сияқты. Бірақ ішімде бір ауыр тас жатқандай. Бір күні ол тағы қоңырау шалды. Дауысы бұрынғыдай емес еді. Біз сөйлесуіміз керек. Не болды? Күйеуім бәрін сезіп жүр. Жүрегім зу ете түсті. Ол нақты білмейді, деді ол. Бірақ әйел адам бәрін сезеді ғой. Сол күннен бастап тозақ басталды. Үйдегі суық үнсіздік, көзге тура қарамау, кенеттен қойылған сұрақтар. Ал мен сырттай күліп жүріп, ішімнен күйіп бара жаттым. Бір кеште бәрі ашылды. Айқай болған жоқ, тек ауыр сөздер, сенімнің сынығы. Ол үйден кетті. Мен сол күні туған күнімді жек көріп кеттім. Арада уақыт өтті. Жеңгем басқа қалаға көшті. Отбасы бөлінді. Ал мен сол түнді ұмыта алмадым. Кейде түнде машина дыбысы естілгендей болады. Сол жол, сол тыныштық, сол бір қадам. Бұл әңгіме құмарлық туралы емес, бұл таңдау туралы. Бір сәттік әлсіздік бірнеше адамның өмірін өзгертеді. Сол туған күн мен үшін мереке емес, ол ескерту. Кейбір сыйлықтар әдемі оралғанмен ішінде ауыр салдар жатады. Ол басқа қалаға кеткеннен кейінде бәрі бітті деп ойладым.
Уақыт өтсе, ұмытылады деп сендім. Бірақ шындықтың бір жаман қасиеті бар екен. Ол кешігіп келсе де, міндетті түрде келеді. Бір күні ағам өзі хабарласты. Дауысы суық, бейтаныс. Кездесу керек. Мен бардым. Оның көзіне қараған сәтте-ақ бәрін түсіндім. Ол білген. Сен менің отбасымды емес, өзімді өлтірдің, деді ол жай ғана. Мен ақтала алмадым. Өйткені кейде үнсіздік ең ауыр мойындау. Бір аптадан кейін суық хабар келді. Жеңгем ауруханаға түскен. Жағдай ауыр. Мен жеткенше кеш болды. Ол соңғы рет мені көргісі келген екен. Дауысы әрең шығады. Мен бәрін көтер алмадым. Кешір, дедім. Ол көзін жұмды. Мәңгіге. Сол сәтте мен түсіндім. Бұл оқиғада кінәсіз адам жоқ. Бірақ ең ауыр жүк тірі қалғанның мойнында. Жерлеу өтті. Ағам бір ауыз сөз айтпады. Сол күні ол да кетіп қалды. Үйін, қаласын, бәрін. Арада айлар өтті. Бірде ортақ таныстан естідім. Ол басқа елде, жалғыз тұрады екен. Отбасы құрмаған, адамдарға жақындамайды. Мен оны сол күні соңғы рет көргенмін екен. Қазір мен сырттай қалыпты өмір сүріп жүрген деймін. Бірақ ішімде бір сот бар. Ол ешқашан үкімін тоқтатпайды. Түнде, сол жол, сол машина, сол туған күн, қайта-қайта. Мен бақытты болуға құқым бар ма білмеймін. Бірақ бір нәрсені анық білемін. Кейбір тыйымдар жай ереже емес. Олар біреуді қорғау үшін қойылған. Бұл әңгіме махаббат туралы емес. Бұл жауапкершілік туралы. Бір сәттік әлсіздік бір өмірде емес, бірнеше тағдырды жояды. Жерлеуден кейін мен ұзақ уақыт үйге кіре алмадым. Есіктің алдында тұрып қалдым. Кілт қолымда, бірақ жүрек батпайды. Өйткені бұл үйде бұрын күлкі болған, енді тек үнсіздік. Ас бөлмедегі үстелде туған күнімде берілген кішкентай қорап тұр екен. Ашылмаған. Ол сыйлық емес, ескерту болғанын кеш түсіндім. Қорапты лақтырдым. Бірақ ішімдегі сезімді лақтыра алмадым. Адамдар бәрін білмейді, бірақ олар сезеді. Кейбірі амандаспай кетті, кейбірі тым артық мейірімді болды. Ең ауыры сұрақ қоймайтындар. Өйткені олар жауапты біледі. Мен айнаға қараудан қалдым. Өз көзіме өзім шыдай алмадым. Ол енді маған түсіме кіреді. Машина, түн, жол. Бірақ бұл жолы біз тоқтамаймыз. Жолдың соны жоқ. Мен оянып кетемін. Жүрек дүрсілдеп, тынысым жетпей. Сонда бір ғана ой келеді. Егер сол күні телефонды көтермесем, бір күні анам келді. Ол ештеңе сұрамады. Тек шай қиып отырып, кейде Алла адамды бір сәтпен сынайды деді. Ал кейде сол сәтпен жазалайды. Ол маған тура қарады. Бір сөзде айтпады, бірақ бәрін түсінгенін білдім. Сол көзқарас мені 1000 рет өлтірді. Мен оған хат жаздым, жібермейтінімді біле тұра. Егер сен тірі болсаң, мен үндемес едім. Өйткені кейбір кешірімдер айтылмауы керек. Хатты өртедім. Күлін терезеден шаштым. Бірақ кінә кетпеді. Уақыт өтеді. Адамдар үйленеді, балалар туады. Ал мен бір сәтте тұрып қалдым. Өмір мені кешірген жоқ. Мен де өзімді кешірмедім. Кейде ойлаймын, мен тірі жүрген жоқпын. Мен сол түннің салдары ғана сияқтымын. Жыл өтті. Тағы туған күнім келді. Телефон үнсіз. Мен сол тыныштыққа риза болдым. Өйткені кейбір қоңыраулар бүкіл өмірді алып кетеді.